Жергілікті бюджет есебінен сатып алынған 40 автокөліктің 15-і аудандық емханалар мен ауылдық елді мекендердің амбулаториясына, ал қалған 25-і қалалық емханаларға, психикалық денсаулық орталығына берілді. Баршаңызды бүгінгі мынау жақсы шараменен құттықтағым келеді. Мына істеліп жатқан істердің барлығы да бұл президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының тікелей тапсырмасы. Ол кісінің бірінші берген тапсырмасы ол біздің балдарымыздың болашағы болатын болса, мына жайлы мектеп, оларға тиісті деңгейде білім алу, тәрбие беру. Екіншісі бұл ұлтымыздың денсаулығы. Оған біз барлық жағдайларды жасауымыз керек. Әрине, облыс әкімдігі барлық осы жағдайды жасауға өзінің іс-шара жоспарларын бекіткен болатын. Сол жоспарға сәйкес қазір жұмыстар жүргізіп жатыр. Соның бір көрінісі міне өздеріңізге қазір тапсырылғалы тұрылған осы көліктер, автокөліктер. Бұның барлығы да мен ойлаймын, еліміздің, халқымыздың, тұрғындарымыздың игілігіне пайдаланылады. Қазір жаңа медициналық нысан құрылыстары қарқынды жүріп жатыр. Жыл соңына дейін тағы 15 дәрігерлік амбулатория қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ халық тығыз орналасқан аудандар қажетті медициналық жабдықтармен қамтамасыз етілмек. Жеті темір тұлпар Құрманғазы аудандық ауруханасына табыс етілді. Автокөлігі. Бүгін енді біз үшін Құрманғазы ауданы үшін өте бір қуанышты, мақтанатын күн. Себебі қазіргі таңда біріншіден елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевқа, облыс әкімі Серік Жамбылұлына және Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының Қайсар Қайратұлына өте үлкен рахметімізді айтамыз. Рахметімізде шек жоқ. Себебі бізде Құрманғазы ауданында 19 дәрігерлік амбулатория бар. Әрбір амбулаторияны осындай автокөлікпен қамтамасыз етеміз. Қазіргі таңда бізде Құрманғазы ауданында 7 автокөлік беріліп жүрсе, Алла берсе, келесі жылы осындай автокөлікпен тағы да қамтамасыз етеміз деген ойдамыз. Денсаулық сақтау саласында дәрігер тапшылығы байқалады. Дей тұрған менен қазір бұл бағытта кешенді шаралар қабылданған, әрі жас кадрларға әлеуметтік көмек көрсетілмек. Қазір қызметкерлерге көтерме ақылар, мысалы 5 миллионнан 10 миллионға дейін, 5 миллион қала қызметкерлеріне, 8,5 миллион аудан орталыққа барған қызметкерлерге және 10 миллион шалғай ауылдарға барғандарға. Бұдан басқа ипотекалық несиелері бар, отбасы банк арқылы жеңілдетілген несиелер. Жаңа автокөліктер мамандардың сапалы қызмет көрсетуіне сеп болмақ. Машиналарда барлық жағдай жасалған, қауіпсіздік тетіктері де сақталыпты. Лаура Кесметова, Айымгүл Хайруллина, Жарылғас Жалғасов, жаңалық қызметі.